Хан Согбонның анасы, Корей халық ертегісі. Келесі қазақша ертегілерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Ертеде хан Согбонның әкесі ерте қайтыс болып, анасы екеуі жалғыз қалады. Шешесі күріштен нан пісіріп баласын асырайды. Анасы үйдің барлық жұмысын өзі жалғыз жасайды. Күйеуі болмаған соң көп қиыншылық көреді. Бірақ нәзік жанды әйел заты бола тұра, қандай қиыншылық болса да, жалғыз ұлы үшін амалсыз төзеді. Ұлын жақсы адам етіп өсіру үшін барлық күшін салады. Бір күні Согбонның анасы ұлын Будда храмына оқуға береді. Бұрынғы уақытта Кореяда храмнан алған білім ең жақсы білім болып саналатын. Олар кедей тұрады. Байдың балалары секілді онда артық киім жоқ, артық етік болмайтын. Согбонның қағаз алуға бір тиын ақшасы жоқ болатын. Сондықтан да ағаштың жапырағына жазу жазатын. Согбон жалқау емес, өте еңбекқор бала болған. Анасы үй шаруасын жасағанда көмектесіп, қолғанат бола білген. Анасы баласының жақсы адам болып өсетініне сенетін. Әр қашан баласы талантты адам болып шығады деп үміттенетін. Храмда Согбонның бір қамқор мұғалімі болады. Мұғалім оқушысына әдемі жазу үйретеді. Согбонның күн сайын жазуы жақсарып келе жатқанын көріп, мұғалімі шын қуанатын. Басқа мұғалімдерге жиі айтып мақтанатын. Согбонның жазуы жақсарған сайын анасын сағына түседі. Көп айлар толады, көп күндер мен түндер өтеді. Оның оқуға келгеніне 1 жыл болады. Согбон, мен өте жақсы жазамын, мен бәрінен де әдемі жазамын деп ойлайды. Жақсы жазуыммен жесір шешеме көмектесіп, шешемді асыраймын деп қиялдайды. Кедей өмір сүріп жатқан шешесіне көмектесемін деп армандайды. Әдемі жазуын көрсетіп, анасына мақтанғысы келеді. Анасын қуанғысы келеді. Бірақ бәрі басқаша болады. Ол алтын ұясы үйіне келгенде, анасы ол ойланғандай қатты қуанбайды. Кешкі уақыт еді. Үйдің іші ас бөлме. Шешесі майшамның жарығымен үндемей нанның қамырын дайындап жатыр. Біраздан кейін бір ауыз сөз айтпай, қамыр дайындап жатқан анасы баласынан былай дейді. Қазір мен мына майшамды өшіремін, сен қаламаңды дайында. Мектепте үйренген әріптеріңнің ішіндегі біреуін есіңе түсіріп, соны жазасың. Мен болсам, ертең таңертең базарда сататын нанды кесемін. Кім қамырды жақсы кесетінін, кім жазуды жақсы жазатынын көреміз дейді. Анасы солай деп шамды өшіріп, қамырды тез-тез кесуге кіріседі. Согбон да қолына қалам алып, өзі үйренген бір иероглифті бір парақ ақ қағазға жазады. Бір уақытта Согбон күтпеген іс туады. Шамды қайта жағып, нанға бір қарайды, жазуға бір қарайды. Шешесінің наны түзу кесілген екен, бәрі әдемі. Ал Согбонның жазған әріптері қисық-қисық. Ішінен түзуін таппайсың. Храмда оқымаған баланың жазуы секілді. Өз жазуын көріп, Согбон қадірлі шешесінің алдында шын ұялады. Шешесі оған: балам, жазуың әлі жаман екен, тағы оқып кел. Білім аз болмайды. Адам өмір бойы оқиды. Қашан жақсы жазғанға дейін үйге оралушы болма, маған алаңдама. Өзіңді жұмып, мына менің кескен нанымдай жазуды түзу және әдемі жазып үйреніп келе ғой, деп анасы Согбонды түн ішінде қалаға оқуға жібереді. Бірақ анасы түні бойы аман есен жетті ме екен деп алаңдап шығады. Содан кейін Согбон жазуды одан сайын жақсы жазуды үйреніпті. Жазуды әдемі жазып, жақсы адам болып өсіп, Корей елінің ханы болып, тарихта аты қалыпты.
соңы. Ертегі ұнаса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.